Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ашытқысыз 15 минутта дайын болатын бауырсақты дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажетті заттар: 1 кесе айран, татымына қарай тұз, қант және ас содасы. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бөлме температурасында тұрған майды салып, оның үстіне ұнды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Және оны 15 минутқа тындырып қоямыз. Алдын ала майды қыздырып аламыз және 15 минутқа тындырылған қамырды алып, оны 2 бөлікке бөліп, 5-10 минутқа тағы да дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен біркелкі етіп жайып аламыз. Үйіңізге қонақтар келген уақытта ешқандай ұятқа қалдырмайтын 15 минутта ғана дайын болатын рецепт. Дайын болған біркелкі етіп жайылған қамырымызды арнайы формамен кесіп, бөліктерге бөліп аламыз және алдын ала қыздырып тұрған майымызға салып, екі жағын бірдей етіп қызарғанша пісіріп аламыз.